Сексендегі қатып қалған қурайдай кемпірдің жатса тұрса қақылдап айта беретін бір сөзі бар. Жалғызымның алдында алғыдай. 5-6 күміс тиын қадаған шолпысы қураған шөпке ұқсап, шолтиып қалған бұрымдарында өлімсірей сылдырайды. Сала құлаш тоқпақтай бұрымдары бар кезде шолпының сыңғыры өзгеше еді. Аяғына жұқа бөз шұлғауын орап, мәсісін киді. Сыртынан галошын соғып, шапанын бүркеніп, құманын алып шығып кетті. Шапанын сүйретіп келе жатып сүрінді. Құдай, жалғызымның алдында ала көр. Дәрет алып болған соң дауыстап кітап оқып отырған қызталақ немересінің қасына жантайды. 8-9 жасар аяқ қол шілмеген қыз мұрны біздейіп кемпірдің аузынан түсіп қалғандай. Осы қарағым оқымысты болады-ау. Дұрыс, ала қағазды айналдыра бер, сонда қор болмайсың деп, қызталақтың ашқылты майран иісі шығатын бұрымдарынан құшырлана иіскеді. Ту қойшы әже, қытығым келеді. Әже, әңгіме айтшы. Баяғы ашаршылық жылы қажай тағы да ашаршылық туралы жалығып кеттім. Буалдыр естелік кемпірді ғарыш кемесінде изымырап өткен ғасырға алып ұша жөнелді. Қараңғылық айналаға албастыдай төніп, аспан күміс түймелердей жыпырлаған жұлдыздарын қадап тастапты. Төбенің басынан бұрқ етіп, ақ бера шаң көрінді. Қараша үйдің қасында сирақ үйді шешелеріне көмектесіп отырған 13-14 жасар қыздар шолпылары сыбдырласып, үрпейіп шошып кетті. Шешеу, әпкеу, шаң. Жер ошақтағы қайнаған құртты ожаумен сақыр-сұқыр араластырып отырған әйел кимешектен құлағын шығарып, бажылдаған қыздарға қарап секіп жіберді. Жау шапқандай не болды, шулап қаншықтар. Кәнекей шаң. Әне. Қыздар торғын орамалдай қалқып, ауаға сіңіп бара жатқан селдір шаңды көрсетті. Аттылар екпінін баяулатты. Мынау Қаратаздың ауылынан Жаманбайдың балалары, сирақтарыңды үйте бер. Кимешегі шуалып күңкілдеген әйел құрттың түбін қарақырғышпен сақыр-сұқыр қыра берді. Ауыздығымен алысқан аттылар үзеңгілері сыңғырлап, қастарынан жанай өте берді. Жаманбайдың ұлдары қыршындай жас, көрікті жігіттер еді. Алдында атын омыраулатып кетіп бара жатқан ақ шапанды, қойдың терісінен тіккен жалбыраған ақ сеңсең бөрік түсі, үлкен қара көздерін қанжардай жарқ еткізіп, ошақ қасында отырған қыздарға қарады. Сирақ үйітіп отырған бала қыздар ұялып бұға түсті. Тек шетте отырған көмірдей қара бұрымдарын ұпысақ таспалап, қырық тарам етіп өріп тастаған ақ көйлекті қыз қаймықпай жүзіне тура қарайды. Адайдың қыздары бұрымдарын осылай өретін. Мына қыздың көзінің өткірін-ай. Алдында кетіп бара жатқан тақиялы інісін қамшымен жон арқадан түртіп қалды. Ана қызды қара, сұлу болайын деп тұр. Бұйырса қатын досы адайлардан алатын болдың. Бауыры ағасының нұсқаған жағына бұрылып қарап, қою қастарын жазып күліп жіберді. Ақ көкеу, сенің дегеніңді екетіп көрдім бе? Ісікті қалай ұстап отырғанын көрдің бе? Ана шыбыш қыздардай болбыр емес, қолы мығымақ, еті тірі, бойы сандал ағаштай тіптік екен. Мен адам танысам, сүйегі нағыз асыл, біздің тұқымға лайық екен. Інісіне осылай да артына бұрылып тағы бір мәрте қарағанда, манағы қыздың өткір қара көздерімен жанары ұшырасып қалды. Сирақ үйітіп отырып, сол кезде Абдал Таздың келіні боламын деп ойлап па? Адайдың құрық түспеген, аспанға шапшыған ақшабдар асауындай тентек ерке қыздың басына тырп еткізбестей ноқта түсті. Қалыңмалы төленді. Аспанға секіріп тулап алып, басына қызыл шаршының орнына ақ жаулықты тақты. 15-ке қараған шақ еді. Жаман өрісі отырға толған қойлы бай еді. Бұл да бар жердің қызы. Жасауына қосқан бір мүліктей қылып, қызын жатқа ұзатып қайтарда түйесіне мінерде шешесі аңырадай кеп, сол шешесін төркінін сағынып, өрмек тоқып отырып жылайтын. Дүние-ай, құрыққа ілінген асау қыз жуасыды, қаракөз қара қасты, қосағынан күн өткен сайын емешесі құритынды шығарды. Шаңырақтан көрінетін күміс түймедей жыпырлаған жұлдыздарды санап жатып, күйеуінің келуін сарылып күтетін. Тоқал енелері бәлекейді қарай көр, бой басына қарамай бай нетең екен бұның деп сыртынан ернін шығарып күлетін. Бәлекейдің бой өсіп, бұғанасы қатып сұлу келіншекке айналды. Жаман шалдың тұқымын көбейтті. 14 бала тауыпты. Әр баласын босанған сайын ұзындығы 6 кез ақ шытпен белін орай, ішін шандып байлайтын. Үзіліп кеткелі тұрған құмырсқа белді айналамай басып кетпесін, қыз мүсінін бұзылмасын дегендегісі.
қожаның көңілі құртқа шабады деген, кейін қартайғанда да марқұм өзіне қарама-қай шығып жарата салғандай былқылдаған тоқаштай топ-толық сары келіннің бітіміне тыжырына қарап отыратын. Келіні де өзі сияқты жатыры жайлы, кең құрсақ, кең балақ, бала тапқыш боп шықты. Әр немересі туған сайын қақсайтын. Беліңді мына ақ шытпен таңып ал деп, сары тоқаштай толық келінін тыңдамайтын. Содан жалғыз келінімен дүрдараз. Өле-өлгенше 16 бала тусам да сары қарын болып көрмедім. Белім қылдырықтай деп керім мақтанып өтті. Аласапыран басталды. Баяғы жаугершілік заманынан да жаман болды. Әуелі о дүниелік болған қайнатасынан қалған мыңғырған қойды қызылдар жоқ қылды. Ауылын ақтар шапты. Ашаршылықтан бұрын Тобанияздың көтерілісінен сол адайларды қыра бастады. Мұң үйді апарып бір түнде бала-шағасымен қоса қырып тірідей көмді. Казинесі кен құдай-ай, қатын баланы қойдай шұбыртып апарып бір түнде. Обалдар қайда, шыңғырған үндер әлі құлағымда. Мұң үй шабылған дейтін жерде мыңшақты адайдың отбасын жоқ қылыпты дейді. Беті сұр топырақпен жабылып, сүйектері саудырап көміліп қалды ғой. Bir тұста сәулеттен қайнағасы мен бұлардың отауы ғана шошайып қалды. Ашаршылық басталды. Қайнағасы бір түнде екі елі жанды жинап ап, тас түйін шешімін айтты. Көшеміз, апыл-ғұпыл киіз үйді жығып, жүктерін теңдеп, бет ауған жақтарына безе жөнелді. Бағыты Ақтөбе, абысын 10 баласын, бұл 11 баласын жетектейтінін жетектеп, арқасына таңуға келетінін таңып алды. Аңырап жөнелді. Баяғыда жас келін боп босағаны енді ғана аттаған кезде бір күпірлік жасағаны барды. Малы көп байдың жалшы малайларымен қосылып, бір бел жазып отырмайтын. Соңғы жылды сөнгеннен бастап, секердей тәтті ұйқыны қимай көзін тырнап ашып, күл шығарып, тезектері бошақты жағады, қосақтап қой сауады, ешкі сауады. Күннің астында күнсіп отырып өлмекті құйды. Оншақты қатын қамысқа орап киіз басады. Тезек теріп қи ояды. Байдың келіні болғанша кедейдің қызы бол деген. Содан сілесі қатып бесіктегі баласын емізіп отырып, енесінен жасырынып ұйықтап алады. Сезіп қалса күйеу 8 өрме қамшымен тартып жібереді. Жазған-ау, білдіртпей сипап ұратын еді ғой. Солай етегіне сүрініп жүргенде шуы құрғамай, баланы шұбыртып туа берген қайдан оңай болсын. Сонда Құдай-ау, сенде итше шұбыртып бере бердің-ау деп назаланған. Содан жазды мекенін, қай бір жетіскеннен айтты дейсің, жаны күйгесін айтқанда. Жас еді, ессіз еді, мына зауал соның зауалы ма? Жолай 16 баланың көбі қырылып қалды. Қайнағасының балалары да қырылды. Тары егетін, ойылға өлімші боп шұбырып өлігін сүйретіп жеткенде, рулас ағайын өз бейтін өзі жеп отыр екен. Сол кезде 15-ке келіп қалған Бурахан деген баласы болды. Құлыным-ай, соқталдай боп өсіп еді-ау, екі бетінен қаны тамып тұратын. Сол Бурахан бір емес 2 үйді асырады. Мал тапқыш еді-ау құлыным. Біреудің көзінің құрты түсті-ау, тірі болғанда бір жерден шығатын еді-ау. Ох, қайтейін. Аштық пен індет жаман байдың тұқымын тұздай құртуға айналды. Күйеу Шәбден мен 14 баласын жалмады. Қайнағасы Ахметтің әйелі Жамал өліп, бір жапырақ түйме деген қызы ғана тірі қалды. Кешегі бәйтеректей тамыры тарбия тарам жайылған, мыңғырған қойлы байдан қалған зурият осылар ғана. Бір қараша жамап жасқап қойған лашық үйде өзі жеркепеде қайнағасы тұрады. Қайнағасы 50-ден асса да аса қайратты. Бір өгізді жегіп ап тар егеді, шөп шабады. Кішкентай қызы түйме екеуін аштан өлтірмесі анық еді. Бір күні қараптан қарап жүрегі құрғыр әлденені сезгендей өрекпіді де жүрді. Қай бір жүрек дейтін жүрек қалды дейсің. Ертесіне күн керегеден шаңыраққа жете қабыл көтерілген шақта үйге бір топ кісі келді. Қайнағалары мен қайындылары, абысындары үн-түнсіз кіріп келеді. Ішінде алыстағы жем бойынан келген ақсақ қайнаға да бар. Есік алдында тізесін бүгіп, майысып сәлем салды. Сүрініп қабынып самаурынға шоқ салып кеп, төр жаққа қарай алмай бір қырын жүрелей отырды. Жаманат хабар айтатындай дегендей, байы мен балалар әлдеқашан опат болған тұл жесір. Атасының басы несін айтады, шынақ Құдай-ау. Келін шырағым, Шәбден қарағымның отауын таптаза қып ұстап отыр екенсің, деп төрде малдас құрып отырған алыстан келген қайнағасы сөз бастады да, көзіне құйылып кеп қалған жасты көрсетпей шаңыраққа қарады. Ризамыз, жаманның артында қалған мынау деп, төменірек отырған Ахметті көрсетті. Мына қызталақ баладан қалған еш тұқым жоқ. Жәкем қандай еді-ау. Енді
Ата жолы ежелден салт дәстүріміз бойынша Құдай-ау не демек мына ақшын ақшал. Жүрегі аузына тығылды. Сулы көз абысындары жаулықтарының ұшын көздеріне апарып қалыпты. Бабаларымыздың салты баяғыдан келе жатқан ақ жолмен мына Ахмет екеуің екі жарты бір бүтін болыңдар, екеуің қосылыңдар. Соны айтайын деп келдік. Үлкендердің шешімі бұл. Дұрыс қосылыңдар айналайындар. Ағеке-ау, бұларың не? Жас келіншек көмек сұрағандай жан-жағына қарады. Тәйт деп төрде отырған қара сеңсең бөрікті шал, үшкір сақалы қайқайып қолындағы дойыр сапты қамшысымен тулақтың шаңын шығара сарт еткізіп ұрды. Үшкір сақал қайнағадан осы өлердей қорқады. Мінезі сотқар, боқтанбас. Сол үшін үшкір сақал. Ауыздарыңа насыбай толтырып алдыңдар ма? Мәністі білмейтін кісіге ұғындырар болар. Өй жетесіздер деп ақырды. Бұдан соң жаулығын қарқарадай зор абысына орнынан бір ырғалып қойып сөз бастады. Келін қарағым, мына Керім бала деген жігіттің төресі ғой. Кез келген үйдің оң жақтағы отырған қызы өзі тіленіп келгендей ғой қайныма. Қазір қыз айттыра қоятын жағдайымыз бар ма біз сорлының? Біреудің жап-жас қызын зорлықпен қосты деп Керім баланы абақтыға қаматтырар. Жығылғанға жұдырық боп одан әрмен сорлаймыз. Қайбір жетісіп отырмыз, қайбір жетіскеннен келіп отырмыз. Әмеңгерлерің көп қой сенің де басқа деп тілді кемпір жағалай отырғандарға қарады. Бірақ бәрінің басы бос емес. Бір қайныңа таңдап тисең қанекей, онда арман бар ма? Өйтсең қайныңды екі әйел алдың деп соттайды. Ит жеккенге айдайды да жібереді. Адайдың асау болғанымен ақылды қыз едің, елге ақылды тентек атанып едің. Ағекемнің оты бір жола күл болып өшпесін десең көнесің, туыларсың, бірақ көнесің. Көнбегенде қайда барады? Ағекемнің артында тұяқ қалмай қарашайы құлағалы тұр, көнгенде қандай? Қазір мына молда бала неке суын ішкізе қояды, ойбай-ау, бірің ай бірің күндей болып шыға келесіңдер. Қонақтар дәм ауыз тиіп шығып кеткен соң басына шапанын жамылып үйден шығып жүре берді. Қараса қолына отын буатын алар ханды ұстай кетіпті. Бет алды жүріп келеді. Есім ауысқан шығар деп ойлаған. Құдай-ау, үлпершектей 14 баламды алғанда сауын айтпап едім. Бауыр етімдей болған байымды жалмағанда да үндемеп едім. Құдай-ау, Құдай, мұның не? Қайнағаңмен қосыл дейді, қойнына жет дейді, масқара, сұмдық қасқау. Меннен басқа осы тазда ұрғашы құрып қалды ма? Айдалада дауыс етіп ойбайлап жылап келеді. Сөйтіп төбе басындағы бейітке жеттен-тігіп, Бураханның бейітін тауып алды. Жарықтық әкес екеуі бірге жатыр томпиып. Жолшыбай қолының білегін бұта жүріп, тырнап тастапты. Қаны шығып тұр. Қанын етегіне сүртіп, көзінен сорғалаған сорасын жаулығының ұшымен сүртіп, әй бір аңырады дейсің. Ішіндегі шерін әбден тарқатпай кеп, ашаршылықта өлген 14 баласын жеке-жеке қарап шықты. Жылап отырып бір шетте абысының бейтіне көзім немді көрейін. Жүрегі баяғыда қыз кезінде домалақ алғашынмада дұға оқымаппын ғой, жарықтық Керім ақ көңіл еді айтпақшы, домалақ абысын сенің байға тиін деп жатырмын. Тағы да жылады. Тағдырға қара қазандай өкпесін айтты. Абысын екеуі шүйіркелесіп сырласатын. Біздің қайнағаны сүйетін еді ғой. Бетім-ау не деп кеттім. Енді менің күйеуім ғой. Қайнағасымен бүгін түнде қосылатын есіне түскенде аза бойы қаза болып тітіркеніп кетті. Тағы да иығы селкілдеп кемсеңдей бастады. Осылай отыра берер ме еді, бір кезде бір қара құс тап қасына қалбалаңдай келіп қонды. Шошып кетті. Қасқа мынасы несі? Ақырын орнынан тұрды. Жылай-жылай қабағы сынып домбығып кеткен. Ішкі сарайы босап, тұла бойы жеңілейіп қалыпты. Етегін қаққыштап жалғыз аяқ сүрлеуге түсті. Бір-екі бел асқан соң ауылдан түтін көрінгенде қарадай қысылып ұяла бастады. Қой, бір құшақ отын ала барайын. Мынаның есі ауысты деп жұрт әңгіме қылардағы. Отынын есік алдына әдейі дұрыс еткізіп тастады. Жергепенің есігі ашық. Түймеш қарағымның да қарны ашып қалмады мекен. Таңертеңгі сауын пісірілмеді. Мә, қайнаға бар екен ғой. Қайнағасы несі, ойбай-ау. Ол қыздың таңертең абысындар біздің үйде бола тұрсын. Жалғыз өзі құса болатын болды деп алып кетіп еді ғой шырпылдап. Есім ауысара осы менің. Күн батысқа қарай зымырап барады. Жергепе жаққа жек көре қарады. Ана көрдей қараңғы жергепенің ішінде жатқан түкті бет қайнағасымен бүгін түнде қойындасасын еске түскенде денесі қалтырайды. Мені тентек дейді, адайдың қызы дейді, пішту. Ерегіскенде еліме кетіп қалайын ба? Бірақ қайда барамын? Маңдайымды сүйейтін кім қалды?
Аштықта баудай қырылды ғой, қайтып келген қыз шиден тысқары деген деп мырс ете қалды. Өзін өзі аяп мүсіркей күлді. Кенет тұла бойына бір күш құйылғандай қайраттанып шерап сала берді. Осылай отырып аяқ астынан өр мінезіне салып, арқасы ұстағандай көтеріліп кететіні бар. Мен сендерге тентектің не екенін көрсетейін. Үйдің іргесінде тұрған шылапшынды әкеп, даңғыр еткізіп лашықтың ортасына қойды. Шоққа бір шелек суды қайнатып, лыпасын түгел шешіп, жұпар иісті сабынмен көпіртіп шомыла бастады. Иіс сабынмен жып-жылы су денесіндегі күн мен шаңның, мұң мен наланың, бетіндегі кеуіп қалған жастың ізін дым қалдырмай шайып жатты. Шомылып болған соң сынық айнаның алдына келіп бойлай тұра қалды. Қара торының келістісі еді. Сұлулардың аздап менімен болатыны бар ғой. Аққу мойнына тіпті иығы жарасып тұр. Құдай тағаланың өзі мүсінін асықпай сомдағандай. Құмырсқа бел мен үлкен қосанарына ұрлана қарады да, үстіне сандықта жатқан бір киер сары атлас көйлегін киді. Тірсегіне түсетін қап-қара шашты тарқатып жазды. Тісі сынық мүйіз тарақпен асықпай саспай тарады. Көлдің шетіндегі аққудай асықпай саспай сылаңдады. Шашы тарқатылған күй басына бөрте шәліні жауып жеркепеге келді. Тіріме өзі? Менің үйімді жығарсыз, ертең сіздің жеркепеге көшемін. Жылап-жылап домбығып кеткен көзін қараңғы үйдің төбесіне қадап жатқан қайнағасы ақырын күлді. Ешкім үн қатпағасын тұрып үйіне қайтып келіп, екі кісіге төсек салды. Бір жастық пен бір көрпе, бір жамылғы тарс жамылып жатып қалды. Төбеде лашықтың жыртығынан шибарған кәжекейге қадаған алқа, тиын, түймелер сияқты жұлдыздар жылтырайды. Баяғыда келін боп түскенде жорыққа кеткен күйеуін сарыла күтіп, өстіп жұлдыз санайтын. Денесі тоңази бастады. Есіктен тықыр білінбейді. Ел тегіс ұйқыда. Иттерге дейін тым-тырыс. Келмейін деп жатыр ма? Шешімін өзгертер таңертең. Абысыны күлер артына ашып, бұл қарабашаны біздің кербала да менсінбеп деп. Намыс буды. Талығып көзі енділініп кірпіктер айқаса бергенде, бұрымын темірдей қарулы қол ақырын сипады. Тәніне тәтті діріл тарады. Қайнағасы шамды үрлеп өшірді. Бір жылдан соң өмірге бір жапырақ қара шақалақ ұл келді. Екеудің жаны соның үстінде. 3 жасқа толарда шешекпен ауырды. Мойындарына бұршақ шалып, көздерінің жастарын төгіп, Аллаға жалынумен болды. Бала аман қалды. Бұлардың сорына қарай өзі де қолдаяққа тұрмайтын шұқалақ неме бір күні қара құрт шағып алды. Әкесі жалма-жан емін жасап жанын алып қалды. Бір күні үйілген маядан құлап есінен танып қалды. Қара жер хабар бермесін, қайнатасы тура осындай болған еді. Қарап отырмай отағасымен қалжыңдасатынды шығарды. Кейде өрлігіне де салып, екпіндетіп кететіні бар. Мынаны көрдің бе деп, ондайда шалы күмістелген 8 өрме қамшыны нұсқап, Қойлыбайдан қалған бір байлық сол ғана. Құдай сақтасын, басынан қамшы кетпейтін қатындар да көп қой осы ауылда. Ана Бәтіш көктемде көш кезінде желігіп бозбала мен қыздардың әнін тыңдаймын деп байқамай, көрші ауылдың көшіне еріп кете беріпті жазған. Орта жолға келгенде есін жиып қараса басқа ауыл, күйеуі қамшының астын алғанда байқұс амалынды ой, жасауына келген сарынгеннің бұтына тығылып аман қалыпты. Біздің үйдің кісісі-ау, несібеңнен құр қалайын деп отырған жоқсың ба осы, аузының салымы жоқ адам болады дейді. Отағасы мырс ете қап тағы да ала көзімен күміс қамшыны нұсқайды. Жоныңнан таспа тілермін дегені, бірақ көзі аймалайды. Құдай берейін десе қиын ба? 7 жылдан соң Ахмет 60-тан асқанда жалғыз ұлдың артынан бір қыз келді дүниеге. Жалғызымның алдында ала көр. 80-дегі қара кемпірдің күні түні қақсайтын осы сөз. Жалғызымның алдында ал тек. Құдай тілегін берді. 88-ге қараған шағында қылтамақ боп бір ай ғана ауырды. Төсек тартып жатқанда баяғы аштықтан өлген балаларын есіне алды. Бураханын да көз жұмар алдында киіз үйдің есігі ашылғандай болды да, ар жағынан бір керемет аппақ нұр саулап қоя берді. Сол аппақ сәуленің арасынан Құдай-ау біреу шақырғандай болды. Ахмет отағасы шығар деп қолын көлегелеп, назарын жаймен салған марқұм осыдан 15 жыл бұрын өмірден өткен еді. Жоқ, түстеп анықтап қараса отағасы емес, баяғы алғашқы жұбайы Шәбден. Сол баяғыдай қап-қара қасы қиылып күлімдей қарайды. Жүзі нұрлы кісі еді-ау. Ау кейінгі отағасы қайда? Жүрегі дүрсілдеп жалма-жан іздей бастаған. Анандай жерде тұр екен. Ақ шапаны төгіліп, ақ сеңсең бөркі қара торы сұлу жүзіне жарасып, ұмсына түсті де кенет тоқтай қалды. Қасында ақ көңіл абысыны Жамал байғұс жарбиып байына жабысып алыпты. Тарыны тығып қойып балаларына беріп,
өзі аштықтан кеуіп өліп кеткен жарықтық. Абысынның қасына жерлегенде отағасын аздап қызғанып еді. Өмірлік қосағын жаңылмай тапқан екен де. Енді ешқашан оған ерім деп еркелей алмайтынын, тек қайнаға деп қарайтынын да түсінді. Бір шетте шешесі тұраңырап, баяғы ұзатылған қызын мұны қимай бақырып жылап, оған жұрт күліп түйеге әрең мінгізіп еді. Анашым-ау, шешетайым-ау, міне келдім қасыңа. Ал өзі баяғыдай 17-дегі кезіндегідей жап-жас екен дейді. Үстінде қос етек көйлек, көк кәжекей, қолында қос-қос білезік, алдында самаладай аппақ нұр. 9 тозақтан өткенде алдында хордың осы нұры күткен екен-ау. Енді аялдайтын не қалды? Қара кемпірдің кірпігі қыбырлады. Қасында қоршап отырғандар да не айтқысы келді дегендей бетіне үңілді. Жалғыз ұлының қолынан бір сипап мұрны біздейіп өзінен аумай қалған, жанындай жақсы көретін қос бұрымды немересіне бір қарап үзіліп жүре берді. Төсектің жанында жалғыз ұлдан туған 4 ұл мен 6 қыз, өз келіні, жалғыз қызынан туған 10 жиені, күйеу баласы, толып жатқан шүпірлеген немерелері мен шөберелері егіліп жылап отыр.